Сәлем достар, манты мен бешбармақтың қамырының рецептісімен бөліскім келеді. Кез келген пельмени, вареникеге де қолдана берсеңіздер болады. Ұнап жатса рецептім достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. 1 килограмм ұнымызға 1 ас қасық тұзымызды қосамыз. Бізге 1 жұмыртқа керек болады. Осылай жарып аламыз. 20-30 грамм кез келген сұйық майымызды қоса берсеңіздер болады. 400 грамм бөлме температурасындағы тұрған жылы суымызды құйып, жақсылап қолымызбен илеп аламыз. Бізде қатты қамыр шығады, тығыз, бірақ 2 сағатқа тұндыруға жіберген соң арасын жарты сағат салып, қолымызбен илей бересіздер. Сол кезде бізде қамырымыз эластичный, күшті, жыртылмайтын, езілмейтін қамыр болады. Жарты порциядан жасасаңыздар болады. Міне аузын жауып 2 сағатқа қоямыз, бірақ жарты сағат салып осылай қолымызбен илей береміз. Сол кезде күшті болып шығады қамырымыз. Мен айтқандай жасасаңыздар күшті болып шығады қамырыңыз. 4-5 шу алдым. Осылай майдалап кубиктеп тураймын. Сол кезде мантымыз сочный, күшті болып шығады. Картошка қосамын. Мен осындай 2 картошка алдым. Кубиктеп майдалап турап аласыздар. Шамалы капуста алдым. Капуста күшті сочный болып шығады, дәмі ерекше болады мантының. 1 ас қасық тұзымызды қосамыз. Мен мына жерде 1 шай қасық қара бұрыш салдым. Өз қалауыңызша дәміне қарай қоса берсеңіздер болады. 50 грамм сұйық май қостым, өйткені фаршымыз майлы болмаған соң. Осылай қолымызбен жақсылап бұлғап аламыз. Араластырып. Осылай тағы да осылай жарты сағат салып осылай қамырымызды илей бердім. Өте жұмсақ болып шығады. 2 сағат өткен соң қамырымызды жая береміз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырым күшті болып шықты. Әп-әдемі, теп-тегіс болды қамырымыз. Піскенде де қамырымыз күшті болып шығады. Осылай қамырымызды лепететіп, мантаварканың листерін майлап, жақсылап, мантыларымыз салып, 45-1 сағатқа пісіруге жібереміз. Мантымыз пісіп жатқан кезде подливка жасаймын. Мен өз балдарыма осындай подливка ұнайды. Жуа турап салдым. Морковымызды теркіден өткіземіз. Мен мына жерде томат қолданған жоқпын. Шамалы тұзымыз саламыз. Мен помидор турап жібердім, өйткені менің балдарым осындай подливканы күшті ұнатады. Ал біздің мантымыз дайын болды. Ұнап жатса, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.